вечный жәннетке барса бірге екеу. Мен айтып беріп пем, бір еркек жәннетке кіреді екен. Бар арманы хор қызын көру. Хор қызын көруге келе жатыр дейді. Мына жерде бір әдемі хор қыздар көреді екен жолдың шетінен. Обочинада тұрады екен. Содан мына хор қыздар екен деп барса, сөйтсе айтады екен. Ол біз сенің хор қызың емеспіз дейді екен. Кімсің десе, сенің хор қызыңның помощницаларымыз, қызметшілеріміз дейді екен. Ой, бай, мынау хор қыздың помощницасы осындай болса, хор қызым қандай екен деп бір сарайдан сарай ашылады, сарайдан сарай ашылады. Сондай күшті деп кіріп қаса, өзінің әйелі тұрады екен да, бүйтіп таянып, қош келдің жаным деп. Ананың басы айналып кетеді екен. Хор қызын көрем деген арман еді ғой. Мына қараса өзінің әйелі деген сөз болады екен да. Кітаптарда солай келеді. Соны өзінің әйелінің өзі 70 хор қызынан артық болады деген осы жер айтылады.